Ассалаумағалейкум, барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен Ариков Мадия арнасы. Достар, менің арнама қош келдіңдер. Достар, сендерге айта кетейін, менің бір керемет жаңалығым. Енді достар, мен видео басына күнде 2-3 теңге ойнататын боламын. 2-3 теңге сендерге аз болып көрінер, бірақ кішкене қосымша ақша деп ойлаймын. Мен бүгіннен бастап ойнатып жатырмын, яғни 2-3 теңге ойнатып жатырмын. Оны жеңуім, оның шарттары описаниядағы бір спонсорға жазыласыз, тек қана бір спонсор, және менің арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, видеоға топ комментарий жазып кетуіңіз керек. Толтырып жаза беріңдер, сіздердің ұту шанстарыңыз көп болады. Осындай көп сұраныс көп болса, тағы да толтырып ақшаны көбейтемін, 1000 теңге, 2000 теңге қылып көбейте берем. Ал енді достар, сендерге сәттілік. Келесі видео 100 лайктан кейін шығады. Енді видеомызға кеттік. Тағы да барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз видео тақырыбында көріп тұрғандарыңыздай монстр автокөлігімен керемет, яғни монстр автокөлігін білетін шығарсыздар, қызыл дәу қарақатын ғой дейсің. Сол машинамен керемет бүгін лайфхактар көрсететін боламын. Ендеше давайте тез манағы конкурсымызға қатысайық, лайк басайық. Осы видеоны ары қарай кеттік. Қазір монстр тауып алайын, сол кезде кездесеміз. Достар, бүгін біз монстрды әрең дегенде таптық. Міне өзімізге как раз пикке қарата керек еді. Достар, біз бүйтеміз бірінші тәуімді достарымға қабаттасуы мүмкін маған. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Достар, бүгін біз танымайтын адамдар қабаттасады, уверен берем. Достар, біз бүгін пиктегі осындай монстрмен әртүрлі үйге шығатынымызды айтып кетейік сіздерге. Міне монстрды осылай қойып, міне покрышкасына осылай мінесіздер. Міне осылай мініп, жатып, жайлап, Wi-Fi сөндіріп тастап, жүгіріп сөйтіп істеуге болады. Тәкті аналар өз қабаттасып келе жатыр. Міне бұл біздің бірінші жеріміз болды. Яғни бұны сіз білсеңіздер де, білмесеңіздер де, бәрі білсе, бірі білмес дейді. Соны сіздерге айтып кетейін. Және біздің екінші жеріміз, достар, ең дерзкі мощный жер осы міне. Міне осындай жерге келеміз де, покрышканы бүйтіп қойдық. Покрышканы мінеміз. Ой, менің соткым қатады, айтпашы, айтып қойын, сіздерден кешірім сұрайын. Соткым монтаждан қатып жатса. Мына соткада бәле болды. Так, содан кейін достар, міне осы үйге мына жаққа қарап тұрып, секіреміз. Мына жерге осылай отырып барамыз. Міне мына бұрышқа отырып алуыңызға болады достар. Міне осында осылай сықи отырасыздар. Сіздер көрмейді деген ойдамын. Стенка болғанда мына үстіне шыға алатын едім, бірақ қазір классика ойнап жатырмын, ондай көп таба алмай жүрмін. Міне осылай осы жерден шығасыздар. Міне осы жерге стенка қойып, жайлап секіріп кетулеріңізге болады. Бірақ қазір стенка жоқ, ыңғайсыз. Міне осылай смело осындай жерге шығып жүре аласыздар. Міне қарата секіре аламыз ба? Бұны ешқандай ютуберден көрмедім. Алдында өзім балдармен ойнап жүргенде көрген болатынмын. Ал енді достар, біздің үшінші жеріміз осы жерде. Мына простой үй. Беймасакеде осындай үйлер көп, айтпашы, құттай үйлер, мана мен көрсеткен. Сол жерге істеулеріңізге болады. Так. Міне осылай міне аласыздар, смело баг жасауға болады. Міне осылай жатасыздар. Осылай сықитып сіздерге көмегім тиеді деген ойдамын. Так, енді біз сіздерге төртінші жерді көрсетеміз, кеттік. Достар, біздің төртінші жер ойшым. Мына КамАЗдың қасына міне аламыз, соны қара жіберейік. Так, осылай. Тойының алдындағы ағаштармен жетсе отыр. Жоқ. Міне тіреліп тұрдық. Тіреліп тұра аламыз бірақ. Міне достар, біз машинаның үстіне жаттық. Міне бұның да үстіне баг жасауға болады. Если сіздерге керек болса, міне осының үстіне жатасыздар. Wi-Fi сөндіріп тастайсыздар да, любой қалаған жаққа жүгіріп, мынаның астына кіріп кетулеріңізге болады. Так, достар, біздің 5-ші жеріміз осындай палатка. Осындай палаткамен дәл манағыдай мінесіздер, осылай міне жатып алуларыңызға болады. Жасыл зонамен жетсе отыр. Міне осылай жатып аласыздар достар. Палаткадан палаткаға секіруге болады. Менде кішкене сотқа қатып жатыр, бір жаны қатып жатқаннан ыңғайсыз, кішкене секірілмейді.
Және сіздерге айтып кетерім достар, Бимасакеде міне монстрмен мінетін үйлер толып тұр. Ой, мына жақта енді бізді өлтіріп тастады. Яғни достар, менің айтқым келгені Бимасакеде андай құтты үйлер көп. Соның ішіне мініп алып криса болуларыңызға болады. Енді криса көп бол демеймін. Достар, енді менің видеом аяқталды. Осымен тамам. Видео сіздерге қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызды шақырайық. Ендеше сіздермен болған мәди. Келесі видеода кездескенше сау.